Сәлем достар, видео басталмас алдын каналымызға жазылып, лайктарыңызды басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Бүгінгі таңда теледидар мен әлеуметтік желілердің бетін қаптап жүрген Қытай ауруы туралы кеңінен жайылып жатыр. Қоздырған пневмония ауруы адамнан адамға жұғады. Бұл жайында Қытайдың денсаулық сақтау жөніндегі ұлттық комитеттің сарапшылығы. Еліміздің бас санитарлық дәрігері қазақстандықтарға Қытайға барудан бас тартуға шақырды. Әсіресе вирус өршіп тұрған Хубей аймағы мен Ухань қаласына жоламаған дұрыс дейді. Қытайда белең алған белгісіз вирустың құрылымы анықталды. Қытайда белгісіз ауру жұқтырған адам саны артып, олардың саны қазіргі таңда 300-ге дейін жеткен. Олардың жартысынан көбі өте ауыр халде деп айтып жатыр. Белгісіз аурумен ауырған адамдардың көпшілігі карантинде жатқаны белгілі болды. Тағы бір айта кететін жайт, осы аурумен 2019 жылы Қытайда 160-қа жуық адам зардап шеккен болатын. Бұл аурулар 2005, 2009 және 2019 жылдары кеңінен тарады. 2009 жылғы вирус тауықтардан таралып, ол кезде көпшілік адам зардап шеккен рас. Ең қорқыныштысы вирустың кең таралған жері Ухань қаласы. Өйткені ол қала Қытайдың ең үлкен қалаларының бірі және адам ең тығыз орналасқан қала. Қазіргі таңда вирусты жұқтырған адамдар Таиландта, Оңтүстік Кореяда және Америка құрама штаттарында табылды. Ухань қаласында көшелердің барлығына вирусқа қарсы дәрілер себіліп жатыр. Сонымен қатар біраз мемлекеттер Қытайға ұшатын ұшақтарға тыйым салды. Ол мемлекеттер Бразилия, Венесуэла және Мексика мемлекеттері. Ал басқа мемлекеттерде Қытайдан келген азаматтарды қатаң тексеру үстінде. Тек Алматы әуежайында Қытайдың 5 әуежайына ұшатын ұшақ рейстері анықталған. Вирус жұқтырған адамның температурасы қатты көтеріліп, өзін жаман сезінеді. Вирус ауамен және су арқылы таралады. Сондықтан Қытайда көп адамға осы вирусты жұқтырып алу қаупі төніп тұр. Осы видеоны міндетті түрде достарыңызға жіберіңіздер. Оларда Қытайда осындай жағдай болып жатқанын біліп жүрсін. Ал осы видео ұнаған болса, лайктарыңызды басып, арнаға жазылыңыздар. Сіздермен бірге Смарт Қазақ арнасы. Келесі видеода кездескенше достар.